Келли ол Free Fire'ды жаңадан жазып алған еді. Бірақ та ол донатерларды кездестіреді. Олар өздерінің киімдеріменен, қаруларымен мақтанады. Олар Келлиді мазақтап, оның үстінен күледі. Бірақ та Келли оны тыңдай алмай қашып кетеді. Ол дайындалуды жөн көреді. Ол күнде дайындалады. Бірақ та бұның бәрі де бекер. Ол бірақ та еш қашанда артқа шегінбей, тек қана алдыға жылжып, өзіне мақсат қойып дайындала береді. Оған өзіне ойнауды үйрететін достар қажет болады. Және де ол достарын табады. Және де олар Келлиді дайындайды. Олар күнде дайындалып, күнде ойнап үйренеді. Енді шайқастың уақыты да келеді. Олар достарымен, басқа командамен атысайын дейді. Және де олар атысып, Келлидің тобы жеңіп кетеді. Келли менен оның достары оған рахмет айтып, олар енді бір-бірін мәңгі көрмейді.